Dostlar сәлем, қалдарыңыз қалай? Айзере достар, мен амандас. Сәлем достар. Достар, біз бүгін неге мені шашын жайбаған демеңіздер. Мен қазір ғана шашыма керетін жасаттым. Мен шашымды бұлға болмайды, сондықтан жайып тұрман. Біз бүгін күшті, керемет, сіздерге пайдалы видео түсірмекшіміз. Яғни біз Айзеренің шашын кератиндейміз. Кератиндейміз дегеніміз не десеңіздер, біз тікелейміз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде Айзеренің шашы кішкене пышный, жуған кезде осындай арыстан құсап көтеріліп кетеді. Үнемі Айзере бір гельдер жағып жүреді, пресс сеуіп жүреді шашын жатқызу үшін. Менде шашым дәл сондай, менікі пышный емес, менікі бұйра деп те айтсақ болады. Тіпті қатты бұйра. Сондықтан мен жаңа ғана тікелетіп алдым. Міне қараңыздар, шашым қатты әдемі тіке болып тұр. Енді Айзеренікін сіздердің алдарыңызда сіздермен бірге тікелеп көрмекшіміз. Әдетте бұны салондарға барсаңыздар қымбат 40-50 мыңға шамамен, Айзере, достарына қарап отыр. 40-50 мыңға тікелеп береді достар. Сондықтан енді менің шашымды 40 мыңға, Айзеренің шашын 40 мыңға тікелететін болсақ, ол кәдімгідей бізден әжептәуір ақшамыз кетіп қалады. Сондықтан мен өзім арнайы жерден барып, арнайы кератинді сатып алдым. Белгілі қолжетімді сомада, бағасын айтпай қояйын. Міне, мына жерге жақындатыңызшы. Мынандай кератин 3 түрі, яғни кератин болғанда бұл жерде бір дегені, мына қараңыздар достар. Бір дегені бұл шампуны. Бірінші осы шампунмен жуып аламыз. Жуып алып, жақсылап шашын кептіреміз. Біз Айзеренің шашын жаңағының осы шампунмен, мына бірімен жуып, кептіріп алдым. Екінші бізде ең басты главный осы екінші ыдыстағы, яғни бұл кератин. Кератин құрамасы бұл шашты тікелейді. Осыны қазір жағамын. Мен Айзеренің шашына сөйтіп жағып бір 20 минуттай ұстаймыз да шашын кептіріп, тікелегішпен тікелеп тастаймыз. Ал мынау үшіншісі не десеңіздер, бұл бальзам, яғни маска шашқа, мына кератин екен, осы шашқа осы масканы жасасаңыздар, шаштарыңыз жылтырап, прям күшті болып тұрады. Осы үшеуі бірге жүреді, бірге сатылады. Мен 80 мыңға екеуміздің шашымызды бір жасағанша осыны сатып алуды құп көрдім. Және бұл бізге кәдімгідей екеумізге 1 жылға, 2 жылға жетеді. Мен алдында да осында біреуін сатып алғам, ол бітіп тастады. Біз онымен Айзере екеуміз 2 жыл кератин дедік, 2 жыл тікеледік. Ол бұдан да кішкентай еді, енді біз намен 2 жыл тікелейміз. Осы бір тікелегеніміздің өзі бізге 4-5 айға жетеді. Негізі мына жақтары тіке болып тұра береді, просто түбінен өзіңнің шашың шыққанда қайттан көтеріп кетеді да, сол үшін біз қайта жасаймыз. Енді шашты тікелеу процесіне кірсем, сіздер бізден бірге болыңыздар. Әдетте кімнің шашы бұйра? Кімнің шашы жуған кезде арыстан құсап, бұлай болған кезде өздеріңізге ұнамай кетеді, айғайлап. Сондай шаштарыңыз болса, сіздер экраннан алыстамаңыздар, келіңіздер, үйреніп алсаңыздар, өздеріңізге 100% пайда. Бұны негіз әдетте курс етіп сатады. Мен сіздерге бүгін тегін көрсетемін. Бізбен бірге болыңыздар, қарап отпай лайк басып қойыңыздар. Кеттік, Айзере. Достар, міне екі дегенін мен арнайы мынандай ыдысқа құйып аламын. Барлығын құюдың қажеті жоқ. Арнайы шамамен шамалап өзіңнің жасап жатқан шашыңа жететіндей етіп құйып аламыз. Шамамен осы жетіп қалар біздің Айзеренің шашына. Айзере кішкентай, сондықтан көп жағуға қорқамын мен. Енді шашын арнайы түйіп аламыз. Осылай қатар-қатармен, слой-слоймен түсіріп, кератинді терісіне тегізбейміз, достар. Теріге тегізуге болмайды. Бір где-то теріге мынандай бір 5-10 сантиметр тегізбей шаштың мына жерінен бастап жағамыз. Жақсылап түйіп алайын. Осындай бұйра шаштан қиналып жүрген кім бар, достар? Бізде мен шашым бұйра болғаннан кейін үйде қыздарында шаштары қатты бұйра емес, но толқынды, шаштарын кеттік. Мен жағайық. Негізі перчатка киіп алу керек еді, бірақ маған ыңғайсыз перчаткамен, сондықтан перчатка кимей жаға беремін. Міне. Олай шаштың қатты түбіне тегізбейміз. Мынау кератин шаштың барлық жеріне жақсылап тию керек, достар. Ұшына дейін тиіп, ұшына жақсылап сіңу керек. Жақ болғаннан кейін, жаққаннан кейін қайта-қайта тарақпен тарап отырамыз. Сен тігіп отыр, Айзере.
отыр. Алдымыз жаз. Оның үстіне ертең Айзерелер Алматыға конкурсқа барады. Сол кезде мен бармаймын қастарына, конкурсқа биден барады. Шаштары ұзын білесіздер, Айзеренің де Аяның да. Шаштары сол кезде өздеріне тарауға кедергі болмасын, қиналмасын деп мен конкурстан алдым. Шаштарын осылай тікелеп беріп жатырмын. Бұл тікелегенде шаштары кәдімгідей тыңдағыш болып қалады. Қалай тарасаң да солай тұратын, иілгіш, жұмсақ болады, өздеріне оңай тарауларына. Конкурсқа прическа жасауларына да оңай. Ол жерде арнайы ешкім прическа жасап бермейді. Конкурста ығы-жығы болады. Әркім өзінің күнін өзі көріп, өзі жасайды. Сондықтан екеуі қиналмасын деп, екеуінің шашын осылай кератиндеп беріп жатырмын. Алдағы күндері ол конкурсы туралы видео салатын боламын. Міне, достар, қараңыздар, әдемілеп кератинді барлық жеріне сіңетін етіп жақтым. Енді осылай тарап аламыз. Тараған сайын кератин шаштың арасына сіңеді. Ана бірінші биде шашымызды жаямыз, екінші биде шашымызды қалай істейтінімізді білмейміз. Бірінші биде шашымызды жаямыз. Енді жайған кезде де шашың ашсам болмай әдем болып тұрсын деп жатырмын да, Айзере? Кеттік, достар, бірінші слойын бітірдім, енді екінші слойын жағамын. Ой, достар, наконец-то азғантай шаш қалды. Мына шашын бәріне жағып болдым. Не болды, Айзере, ішің пісіп кетті ма? Мен өзім де ыстықтап кетті. Мына шашын тез жуым керек. Мен де жуып шашымды буым керек. Айзере екеуміз бірге жуып, нәтижесін бірге көрсетеміз деп жатырмыз сіздерге. Осылай. Бер қарап, бер бұрылып отыр. Барлық шетіне. Ау? Чокам үстін болып кетті. Барлық шетіне осылай жағамыз. Айзереде көріп тұрсыздар ма, балапан шаштар өте көп. Осы балапан шаштар ғой қинайтын бұны. Буса бүйраланып шығып кетеді осы балапан шаштары. Соларды былай балапан шаштарын бәріне тиетіндей етіп жағамыз. Былайны қарашы, ана жерлеріне жағылмағатты, Айзере. Сөйтіп осылай жағып аламыз да, достар. 20 минут күтеміз. 20 минуттан кейін феммен кептіріп тікелейтін боламыз. Достар, қысқасы міне 20 минут уақыт болды. Шашы қатып тұр. Енді осыны дәл осы күй жумаймыз. Жумаған күйде дәл осылай ыстық феммен кептіреміз. Мұздай феммен кептіруге болмайды. Ыстық феммен кептіреміз. Достар, міне шашын тікелеп болдым. Тікелеп дегенде кептіріп болдым. Кәдімгідей тікеленіп қалды, достар, жаңағы қарағанда әлі мына тікелегішпен жақсылап былай тартып тікелеп шығамын. Содан кейін нәтижесін көретін боламыз. Мынаумен көреміз енді. Айзере, шыдап отырасың, ұзақ болады бұл процесс. Я? Достар, міне тікелеп болғаннан кейін осылай басын жақсылап жуып аламыз. Сол кезде таза өзінің шашы шығады. Жақсылап тікелеп алдық. Енді басын тазалап жуып кептіреміз. Содан вуаля көреміз, қалай шыққан, шашыңның. Қалай шашамадың ба, Айзере? Болды, болып қалды, шашыңды сық. Давай, шашыңды кептірейік. Жақсылап сық. Вау, достар, послесі осылай шықты ғой. Жаңағы досы еді, міне осылай шықты. Міне шашы қандай күшті жылтырап тұр ғой, прям. Бер қараш, Айзере. Міне, достар, кератинмен шашың күшті шығады екен. Бұлай шашын алға бет түсірші. Вау, достар, көріндер ма? Кекілі қандай тіке болып қалды. Негізі Айзере шашын жуған кезде шашы бұлай арыстан құсап бейт көтеріліп кететін. Көтеріліп кететін. Буып қараш. Бушы.
Артқаға болып көш. Ана, мә, ешқандай да арыстан болмайды. Тіп-тік айналайын шашын жіберіп. Шашын жіберіп айнал кән. Мә, Айзере, прелесть. Күшті. Достар, сіздерге ұнады ма? Күшті, бізден күшті ақпарат болса, күшті видео болса, лайк басып қойыңыздар бізге. Я, еще артқа қарақа. Шашы ұзын болып қалды, кәдімгі бюрасы жазылған екен, тік болған екен, шашы кәдімгідей ұзын болып қалды. Достар, сіздерден күшті керемет лайк күтеміз. Подписаться етіп қоюларыңызды сұраймыз сіздерден. Келесі видеода кездескенше. Сау болыңыздар, пока-пока.